Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менімен бірге кешкі асқа өте пайдалы, дәмді бауырдан құймақ жасап көріңіздер. Әрине ол үшін ең алдымен қажетті заттарды дайындап аламын. Бізге сүт, ұн, жұмыртқа, бауыр, картошка, пияз, сарымсақ және ас содасы қажет болады. Ең алдымен барлығын блендерден өткізіп аламын. Ет тартқыш болса, ет тартқышпен тартып алсаңыздар болады. Дайын болған бауырды ыдысқа салып аламын. Дәл солай сарымсақ пен пиязды да өткізіп аламын. Пияз бен сарымсақ дайын болды. Бауырдың үстіне саламыз. Картошканы да дәл солай өткізіп, бауырдың үстіне саламыз. Құймақ жұмсақ болу үшін мен 2 үлкен картошка салдым. Барлығын өткізіп алғаннан кейін үстіне дайындап қойған жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне сүтті құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Жалпы молынан жасадым. Қалған құймақтарды тоңазытқышқа қатырып қоятын боламын. Кез келген уақыт алып, тамақтың бетіне салып буға пісіріп алсаңыздар өте ыңғайлы. Егер азырақ пісіратын болсаңыздар, мөлшерін азайтып жасасаңыздар болады. Татымына қарай тұз және қара бұрышты салып, жақсылап араластырып жібереміз. Одан кейін ұнымызға ас содасын салып араластырып, електен өткізіп оны салатын боламыз. Ұнды бірден салмаймыз, бөліп салып араластырып алатын боламыз. Мінекей осындай сұйықтық дайын болды. Енді құймақтарымызды пісіре берсек болады. Енді табаға сұйық май құйып, қыздырып аламыз. Қызып тұрған табаға құймақтарымызды құя берсек болады. Құймақтарымыздың асты қызарған соң, екінші бетіне аударатын боламыз. Құймақтардың асты да қызарды, енді ала берсек болады. Мінекей достар, біздің құймақтарымыз пісіп дайын болды. Бұл әрине жартысы ғана, жартысын тоңазытқышқа қатырып қойдым. Дайын болған құймақтарды буға пісіріп, қасына кез келген гарнирді қосып, кешкі асқа ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған алуа, астарыңыз дәмді болсын. Егер де видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, пайдалы болып ұнаған болса, маған тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.